Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді селедка под шубой салатын дайындаймын. Ол үшін мен қызыл балық алдым, бірақ басқа балық қоссаңыздар болады. Мен қызыл балықты алған себебім сүйегі жоқ және өзіме ұнайды. Ұсақтап тураймыз. 4 бұрышты етіп. Бұл салатты барлығы біледі, жасайды, бірақ мен YouTube каналымда дәл осы салаттың жасау жолы болмағандықтан бүгін дайындадым. Және видеоға түсіріп алдым, сондықтан сіздермен бөліскім келді. Балықты турағаннан кейін ыдысқа саламыз. Өзім өте жақсы көретін салаттардың бірі. Жаңа жыл жақындағанда, қыс жақындаған кезде үнемі осы салатты дайындаймыз. Енді балықтың үстіне бірден картопты үкіштен өткіземін. Балық өте майлы болғандықтан үстіне майонез салмадым. Қажетті мөлшерде картопты үкіштен өткізгеннен кейін, осылай видеода көрсетілгендей формасын келтіреміз. Картоптың үстіне майонез саламыз. Және майонезді видеода көрсетілгендей қасықпен жағамыз. Картоптың үстіне сәбізді үкіштен өткіземіз. Бұл салатқа қажетті мөлшерде көкөністерді үкіштен өткізгеннен кейін ортасына майонез жағамыз. Бірақ тұз да қосып жатады, дәміне қарай тұз қоссаңыздар да болады. Бірақ майонездің өзінде тұз болғандықтан мен тұз қоспадым. Сәбізді де үстін басып, формасын келтіреміз және майонез жағамыз. Осы YouTube каналымда түрлі видео рецепттермен бөлісемін. Сондықтан осы видеоның астында подписаться кнопкасын басып, тіркеліп алыңыз. Енді үкіштен қызылшаны өткіземіз. Қызылшаны да біркелкі болу үшін үстін басамыз. Майонез саламыз. Майонез жағамыз қызылшаның үстіне. Салат дайын болған кезде артынан жұмыртқаны үкіштен өткізіп саламын. Әдемі болып шығады, бірақ әр адам әртүрлі жасайды, сондықтан өздеріңіз әдемілік үшін басқаша етіп дайындасаңыздар болады. Под шубой салаты дайын, өте дәмді әрі әдемі болып шықты. Осы видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.